Дәл қазір бейбітшілік аралында бірінші халықаралық еттіс сабан тойы өтуде. Мерекеге Татарстан мемлекеттік кеңесінің төрағасы Фарид Мухаммедшин арнайы келді. Иртышский сабантуй празднуется ежегодно в административном центре нашей области. Сегодня здесь собралось множество людей, которые желают встретить праздник вместе. Люди нарядились в национальные татарские костюмы, а также вокруг вкуснейшие татарские блюда. 10 қыркүйекте Семей шаһарында бірінші халықаралық ертіс маңыз сабан тойы ұйымдастырылды. Аталған мерекеге орай Татарстан делегациясы арнайы Семейге келді. Абай облысының әкімі Нұрлан Нұраңқаев Семейде көп жылдан бері дәстүр бойынша сабан той өткізіліп келетін. Биыл бұл мереке жаңадан құрылған Абай облысында алғаш рет ұйымдастырылып отырғанын жеткізді. Біздің достық қарым-қатынасымыз нығайып, дамудың жаңа белесіне көтерілді. Олай болса, бағыттың еңбектен тапқан татар халқы мен ұлы даланы мекен еткен қазақ елінің береке бірлігі уақыт өткен сайын артып, жасампас еңбекпен ұлы мұраттарға жетелей берсін. Баршаңызға денсаулық, молшылық, мағыналы ғұмыр тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш, болашақ баянды болсын. Мы прибыли на гостеприимную землю Казахстана, братского нашего народа. Корни нашей дружбы, мира и согласия, в котором мы живем, уходят в далекое прошлое. Сибирские татары, казанские татары, сибайские татары, татары всего мира сегодня, мне кажется, направили свои делегации к вам сюда в гости на первый иртышский вот такой сабантуй, который собрал многонациональный народ вашей области. Мы приехали, чтобы вместе с вами послушать наши музыки на родном языке, на казахском языке, на языке многонационального народа вашей области и Казахстана. Мереке аясында қос тарап Татарстан Республикасының Ақтаныш ауданы ұсынған көрмені тамашалады. Бұл жерде көпшілікке ұлттық бұйымдар, ағаш үйлер, диірмен, монша макеттері көрсетілді. Олар еңбекші татар ауылының бейнесін айнытпай бейнеледі. Бір атап өтерлігі татар халқының дәстүрлі мейрамын тойлауға жиылған жұрттың қарасы өткен жылдардан қарағанда әлде қайда көп болды. Сегодня нам в семье привезли 1000-литровый самовар, чтобы угостить гостей вкусным горячим чаем, а также вкуснейшими татарскими сладостями. Мерекеге жиналған жұртшылық Татарстаннан арнайы әкелінген 1000 литрлік алып самаурыннан шай ішіп, татар халқының ұлттық тағамдарынан дәм татты. Ал бұл жерде Татарстан мемлекеттің ұлттық тағамдары сатылуда. Көріп тұрғандарыңыздай халықтың қарасы өте көп. Және бүгінгі сатылымда татар халқының ұлттық тағамдары чак-чак, қазылық және де мақ қосылған бәліш. Бейбітшілік аралында ұйымдастырылған мерекелік іс-шараны тамашалауға келген әр адам Татарстан елінде жүргендей әсер алғаны сөзсіз. Үлкен сахнада осы халықтың салт-дәстүр, әдет-ғұрпынан көріністер көрсетілді. Шығармашылық ұжымдар өз өнерлерін халық назарына ұсынса, әртүрлі байқаулар мен спорттық жарыстар, ұлттық ойындар іс-шараны түрлендіріп жіберді. Впечатление вообще самый наивысший. Вот великолепный праздник Сабантуй. Мы приехали, мы привезли, можно сказать, вот наш национальный татарский праздник Сабантуй в вашу республику Казахстан. Мы очень рады у вас присутствовать. Хорошая сцена, хорошее гостеприимство и красивый город Семей. Спасибо вам. Счастливый, щедрый, красивый сабантуй сегодня собрал не только татаров, но и казахов, поляков, немцев и другие национальности нашего Казахстана. Және бүгінгі мерекеге келген барлық халық жақсы көңіл күйде тарқасты. Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану мұражайының құрылғанына 39 жыл толды. Музей тарихы сонау 19 ғасырдың 50 жылдарынан басталады. 1856 жылы генерал-губернатор Проценконың бұйрығымен салынған. Сәулетшісі белгісіз. Революцияға дейін бұл үйде әскери губернатор тұрған. Ал 1883 жылдан бері ғимарат мұражай қызметін атқарып келеді. Осыған орай аталған мұражайда музей балалар көзімен атты іс-шарасы өтті. Бағдарлама бойынша балалардың шығармашылық дарыны мен зияткерлік қабілетін ұштастырып дамытуға, музей мен өңір тарихына деген қызығушылығын арттырып, білім қорын толықтыруға бағытталған асфальтқа сурет салу, тарих пазлдары, музей жәдігерлерінің құпиясы деп аталатын ойындар мен викториналар өткізілді. Мерекелік тарту ретінде жас талант иелерінің қатысуымен шағын концерт ұйымдастырылды. Шара соңында ойынға қатысқан барлық оқушыларға арнайы сыйлықтар табысталып, ұстаздары алғыс хаттармен марапатталды.
Бүгін Семей қаласының нөмірі 7 емханасында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы талқыланды. Аталған іс-шараға геологиялық барлау колледжінің директоры Ардақ Әділжанов, Аманат бастауыш партия ұйымының орынбасары Ләйла Қайырханова және емхана мамандары қатысты. Кездесудің басты мақсаты жолдауды медицина өкілдеріне түсіндіру. Өткен жылда білесіздер, Конституцияға өзгеріс енгізіп, Талқылау барысында Ардақ Әділғазыұлы жолдауда айтылған әр бөлімге тоқталып, оның маңызын насихаттады. Сондықтан 2023 жылы жаңа салық кодексі қабылданады дейді. Әзірленеді, қабылданады деп президент айтты, ол келесі жыл. Іс-шара соңында медицина мамандары айтылған бағыттардың әрқайсысы аса маңызды болып табылатынын айта келе, президент жолдауын насихаттап, білім мазмұнын жаңарту бойынша жасалып жатқан реформаларға қолдау көрсетілетінін, жолдауға міндеттерді орындауға үлес қосатынын жеткізді. Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаев Көкпекті ауылының қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының жағдайымен танысты. Былтыр жиналған қоқыс жан-жаққа ұшпауы үшін арнайы қоршау жасалынған. Алайда бір жыл ішінде қоршауды бұзу, ұрлау фактілері тіркелген. Ауыл тұрғындарда қоқыс төгетін орынға жетпей, орта жолда қоқыс төгетін көрінеді. Бұл мәселе бойынша орынбасарларыма қоқыс төгетін орынға кезекшілік ұйымдастыруды, жергілікті полиция қызметіне де осы аумақты бақылауға алу қажеттігін тапсырдым дейді өңір басшысы.